Баршаңызға қайырлы күн, менің сүйікті көрермендерім. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен итальяндық паста, яғни феттуччине альфредо асын бірге дайындайтын боламыз. Бізге ол үшін тауықтың төс еті қажет болады. Осылай тауықтың төс етін дәл видеода көріп отырғандарыңыздай ірі көлемде 4 бұрышты етіп турап және де жуып дайындап аламыз. Тауық етін өз қалауларыңызша басқа да көлемде турап алсаңыздар болады. Ендігі кезекте бізге пияз қажет болады. Пиязымызды осылай ұзынша етіп майдалап турап аламыз. Одан кейін тамағымызға қосуға сарымсақ, яғни чеснок қажет болады. Чесногымызды да бір келкі майда көлемде турап аламыз. Міне қызып тұрған табамызға майымызды құйып, оның үстіне алдын ала турап алған тауықтың төс етін салып, майымызды жақсылап қуырып аламыз. Осылай араластырып алғаннан кейін қақпағын жауып 3-4 минутқа қалдырамыз. Міне біздің тауықтың төс еті өте керемет болып қуырылып шықты. Ендігі кезекте дәл осы етіміздің үстіне алдын ала турап алған пиязымыз бен сарымсағымызды, яғни чесногымызды салып, оны да осылай араластыра отырып, бір келкі етіп қуырып аламыз. Және де дәміне қарай шамалы тұзымызды салып, қақпағын жауып, тағы да 4-5 минутқа қалдырамыз. Дәл осы етіміздің үстіне алдын ала дайындап алған сливкимізді құйып, лопаткамыздың көмегімен бір келкі етіп араластырып, қақпағын жауып 10 минутқа қалдырамыз. Дәл осы ретте ыдысымызға суымызды құйып, суымыз қайнаған уақытта үстіне шым-шым тұзымызды салып, және де пастаға арналған ұзынша лапшамызды салып, 5-10 минут көлемінде пісіріп аламыз. Дәл осы лапша кез келген дүкен сөрелерінде сатылады. Ұнаған лапша түрін алып, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Міне, біздің лапшаларымыз дайын. Ендігі кезекте біздің дайын болған тұздығымыздың үстіне осы лапшамызды салып, жақсылап араластырып алатын боламыз. Рецептің толық құрамын описание бөліміне қалдырам. Дәл сол жерге кіріп, сіздер де жасап көрсеңіздер болады. Дайын болған пастамыздың үстіне қалауыңызша сыр қолдансаңыз болады. Балалар сыр ұнататын болғандықтан шамалы сыр қолдандым. Егер сіз ұнатпасаңыз, қолданбасаңыз да болады. Міне, біздің өте керемет болып шыққан пастамыз дайын. Ендігі кезекте дайын болған пастамызды ыстық күйінде ыдысымызға салып, дастарханымызға ұсынсақ болады. Назарларыңызға рахмет. Сіздермен болған Гүлнұр, ал бізге ас болсын.